Баршаңызға сәлем. Қолжетімді заттардан және тез дайындалатын кабачкиден рулет дайындаймыз. Алдымен кабачкилеріміз сырттарын аршып тастаймыз және осыны үкіштен өткіземіз. Үстінен 1 шай қасық тұз салып, араластырып шетке алып қоямыз. Осындай суы шығу қажет. Кабачкилерімізді шетке ала тұрамыз. Басқа ыдысқа 4 жұмыртқаны шағамыз. Үстінен шым-шым тұз қосамыз. Аздаған үстіне приправа қостым, етке арналған, және міндетті түрде куркума қосамыз. Түсі сарғыш болу үшін, және үстінен осындай сарымсақты турап салдым. Жақсылап араластырып аламыз. Және үстінен осындай кабачкиміздің суыны сығып, жұмыртқалы массамызға қосамыз. Массамызды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырған соң үстіне 3 ас қасық толтырып осындай ұн қосамыз. Бірінші сұрыптағы ұнды қолдандым мен. Жақсылап араластырып аламыз. Және листтің үстіне міндетті түрде жақсы сападағы пергамент қағазын төсейміз. Және осындай массамызды бір келкі етіп жайып шығамыз. Қызып тұрған газ пешінде 180 градуста 20-25 минутте пісіріп аламыз. Ішіндегі салмасын дайындаймыз. 3 ас қасық майонездің үстіне аздаған чесногымызды турап саламыз. Ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Рулетіміз осындай піскен, астың үстіне қаратып аударып, шамалы суытып аламыз жарты сағаттай. Соны астыңғы жағына осындай салмамызды жағып шығамыз. Үстіне қызанақтарымызды турап, осындай дәл видеодағыдай етіп салып аламыз. Нығыздап ораймыз. Қызанақтарымызды салып, рулетіміз толығымен осындай орап болған соң, жақсылап қысып, үстінен пищевой пленка жауып, және холодильникке жарты сағатқа, кемінде жарты сағатқа қоямыз. Мінекей осы холодильникте алған соң кесілу өте ыңғайлы болады. Өте әдемі, өте дәмді, оңай осыны тіске басар дайындап алдық. Сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, сау болыңыздар.